Көргеннен ғашық болуға сенесіздер ме? Қазір жоқ. Сізші? Мен де сенбеймін. Ақша ма, махаббат па? Ақша. Екі адам бір адамды жақсы көрсе не істеу керек? Екі адам бір адам жақсы көрсе, Несі? төбелесу керек дейді. Суға кету керек. Суға кету керек. Бірінші қадамды кім жасау керек? Ер жігіт. Ер жігіт. Неге бір көргеннен ғашық болуға сенбейсіз? Егер энергетикаң дұрыс келсе, болады. Болады. Егер энергетикаң дұрыс келмесе, болады ғой, бірақ в принципе болады кейде бір-бірден көп сүйеуге. Бірақ мен көбінесе 100%-тен 90% енді кейін бастайсың. Ал мысалы қараңыздар, екеулеріңізге ортақ сұрақ. Болашақ жарларыңыз кездесіп қалдыңыздар ауқатты. Иә? Әлде жақсы көріп қалдыңыз, бірақ кішкене енді. Көргеннен ғашық болуға сенесіз бе? Ассалаумағалейкум. Бір көргеннен ғашық болуға кезінде сенген, қазір сенбеймін. Мүлдем. Адамды бір көріп тани алмайды екенсің. Екі адам бір адамды жақсы көрсе не істеу керек? Екі адам дегенде ол қалай? Достар ма сонда? Енді айтып жүрмін. Екі адам бір адамды жақсы көріп қалдыңыздар, не істейсіз? Егер де досым болатын болса, өзім жолын беремін. Егер де менің бағым болса, ол өзіме оралады қайтадан. Күшті жауап. Ешқашан біреудің бағына таласып, ондай істемейді екен. Тағымен таласам да, бағымен таласпайды. Ақша ма, махаббат па? Дұрыстап ойланып жауап беріңіз. Ақша ма, махаббат па? Біреуін ғана таңдау керек. Махаббат. Махаббат. Махаббат бар жерде барлығы болады. Түсінікті. Жұма күн қайда жүрсіз? Жұма күні өзімнің жұмыстарыммен кәсіп бойынша бір кішкене задержкалар болып қалды, сол себепті соны бітіріп. Түсінікті. Көргеннен ғашық болуға сенесіз бе? Мүлдем. Ақша ма, махаббат па? Махаббат. Тіке айту ма, әлде үндемей қалу ма? Тіке айту. Сіз тіке айтасыз. Неге бір көргеннен ғашық болуға сенбейсіз? Мен онда мүлдем сенбеймін. Жас кезінде де сенбеп пе едіңіз? 18 жастағы Жанна да сенбеп пе еді? Неге? Мен үшін ер адамнан маған деген әрекетіне қарап мен сөйтіп ғана ғашық боламын, жайлап. Мен ешқашан бір көргеннен адам сыр келбетіне ғана ғашық болған адам емеспін. Екі адам бір адамды жақсы көріп қалса не істеу керек? Екі адам бір адам жақсы көрсе, екіншісі кету керек қой, өйткені бірінші адамды жақсы көретін болса, екінші адам пайда болмайды. Түсінікті. Сізге бірінші айтайын ба? Бізде Хақназарда тісі шығып жатыр. Астына екі тісі шығып болған. Ол кезде қатты ауырған жоқ еді. Қазір кеше түннен бері, представляете, сағат 4-те жаттым ғой. Қолымнан тазасын жылайды ғой. Жылайды, температурасы көтеріледі. Құсып ше, пашамать. Мысалы, бір жаққа шығып, далаға шығып, там адамдар көп жерге барып ауырып алдым деп айтайын десем, үйден шықпаймын. Күн суық кезде далаға шықпаймын. Күн жылы кезде ғана далаға шығамын. Ауырып алдым деп ше. И просто так білдім ше, что тісінен екен. Прям аңырсап жата береді. Түнімен көзім ісіп кетті дедім. 4:30-да жаттық па? И каждый сағат сайын жаңа не алады, ояна береді ғой. Тіп қолын салып жылайды аузына. Сағат 9-да тұрдық. Енді ұйықтатып аяғымда 10 минут тербетіп жатқыза салайын десем, тағы да жылайды.